Сол үшін дұғалар дәрежеге бөлінеді екен ғой. Біреу бар екен да, ол ғибадаттығын онша сезінбейтін адамдардікі көпшілігі. Мұқтаж болғанда ғана дұға қылады. Мұқтаж болмаған уақытта дұғасы қандай болады? Лағып отырады да. Сен айт. Осы ғой дұғасы. Мешіттерде кейбір адамдарға айтасыз ғой, дұға жасасын десе, түрін көресіңіз бірден да, ана 4 құбыласы тең ау деймін деп та. Немесе ол бітіріп қойған дұғасын. Болды да, айтатын айтып қойған, ар жағы жоқ та. Алламен байланысы жоқ қой. Сол үшін айтатыным, адамның иманы төмен кездегі, құлшылық ғибадаттың дәмін білмеген кездегі жасалынған дұғалар тек мұқтаждықпен жасалынады. Ол да жақсы. Бірақ одан жоғары бар да. Бірнеше дәрежелердің ішінде біреуі, соның біреуі, ғибадат үшін дұға жасалынады екен ғой. Ойлаңызшы, сіз дұғаны ғибадат үшін жасап көрдіңіз ба? Мысалы, намаз оқыдыңыз. Не үшін намаз оқыдыңыз? Ғибадат үшін. Көбінесе де, мысалы, енді құптан уақыты кірді, азан айтты, тәкбір айтты, мысалы, не үшін тұрып жатсың? Ол парыз ғой деді, тұрайын деп сапқа тұрып жатсыз, дұрыс па? Дәл осындай сезімменен дұға жасап көрдіңіз ба? Яғни, дұғаны ғибадат үшін де жасаңыз. Түсінесіз ба? Сіз өзіңіздің уақытыңызды, өзіңіздің барлық жан дүниеңізді Аллаға жалбарынуға арнаған сайын Аллахтың сіз сұрамаған нәрсенің бәрін береді. Кейде бір адамдарды сұрақ шыққан шығар. Не айта берем енді деп. Байқадыңыз ба? Яғни біз Алладан сұрай да алмайды екенбіз ғой. Өкінішті. Қызық жер. Яғни Алламенен байланысыңыз төмен.